Ғайбат деген бір адамның артынан сөйлеу, өсек айту, анау сөйтіп қапты, анау мәшинесін ұрып апты, анау айырылысып кетті, анау үйленді, әлі бала көтере алмай жатыр әйел деген бәрі өсек, ғайбат оның бәрі. Ғалымдар айтады, мамандар, сендер біреудің басындағы сондай қиыншылық сәттерді әңгіме қылып айтпаңдар деген. Өйткені Құранда Алла тағала шамаларың келмейтін сынақты бермеймін ешкімге деген. Демек, кімнің басында қандай сынағы болса, ол адам білсін, Алла ол сынақты көтере алатын болғанда дәл соған ғана берген. Ол адам сабыр ету керек. Сол арқылы Алланың алдында ол дәрежесі өседі, күнәсі кешіріледі. Ол сынақ оған Аллаға жақындап жатқандықтан беріліп жатыр, немесе ол тура жолдан ауытқып жатқандықтан Алла ол пендесін сол сынақ беру арқылы тоқтатып тастап жатыр. Алла пендесін жаманшылыққа қимайды. Осы екі варианттың біреуі болады деген мамандар. Енді оны екінші адам көріп алып, соның басындағы сынақты мына жақта отырып алып әңгіме айтуға болмайды. Бірақ нәпсісі қалайды, өсек айтқан нәпсіге ұнайды. Тамаққа тойып алып, сосын отырып алып, не жаңалық дейді біреуі, екіншісі оны бастайды, үшіншісі қоштайды. Сонымен арасын қарасы ғайбат өсекке айналып кетеді. Соны ғалымдар айтып жатыр, егер біреудің басындағы қиыншылық сәттерді адамдар әңгіме айтатын болса, сендер ондай байқаңдар, сол сәтті Алла Тағала қаласа, сенің басыңа келіп береді дейді. Бірақ саған ол ауыр болады деген. Өйткені сенің көтере алатын